Баршаңызға қайырлы күн. Мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін жасалу жолы өте оңай әрі көп құрамды қажет етпейтін, бар жоғы 30 минутта дайын болатын ерекше шұжықтардың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Бұл рецепт үшін бізге шұжық, сыр және қатпарлы қамыр керек болады. Ең алдымен бізге дайын қатпарлы қамырды бөлме температурасында ерітіп аламыз. Енді шұжықтың қабығынан тазартып, бөлек ыдысқа саламыз. Сырды үккіштен өткіземіз. Оны да бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бір шұжықты алып, дәл ортасынан пышақтың көмегімен соңына дейін жетпей кесеміз. Видеода көрсеткендей. Ортасына сырды салып шығамыз. Қалған шұжықтардың бәріне осылай істеп шығамыз. Енді дайын қамырымызға біраз ұн сеуіп, жұқа қылып жаямыз. Жайылған қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Шұжықты алып, видеода көрсеткендей қамырмен орап шығамыз. Барлық қалған шұжықтарды қамырмен орап, пергамент қағазы төселген табамызға саламыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысы мен бір қасық сүт қосып араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын шұжықтардың үстіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің қатпарлы қамырмен жасалатын шұжығымыз дайын болды. Бұл шұжықтардың жасалу жолы өте оңай әрі көп құрамды қажет етпейді. Бар жоғы 30 минут қана уақытыңызды алады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.